Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Сабира. Осы менің арнама тіркеліңіздер. Мен бүгін үй жағдайында, орысша айтқанда сочный донерді дайындап жасап көрсетемін. Енді бізге тауықтың еттерін бөлшектерге осылай етіп бөліп аламыз. Енді біз оның үстіне тұзымызды, дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, мынау тұрған қызыл паприканың астында бізде қызыл бұрыш бар, екеуін салып араластырып аламыз. Содан кейін майонез, кетчупымызды салып араластырып аламыз, барлық жеріне тигізіп жақсылап араластырып аламыз. Енді соңында біз лимон шырынын қосамыз, өйткені біздің тауық еттеріміз өте жұмсақ және де сочный болып піседі, орысша айтқанда. Енді біз осылардың барлығын салып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз достар. Ал осы етімізге барлық қоспаларымызды қосып болғаннан кейін піскен кезде барлық донерханалар секілді кем түспейді. Солар секілді ысқа піскендей болып пісіп шығады. Мен бұны ешқандай уақытқа қоймаймын, сразу табаға салып 200 градус пеште пісіріп аламын. Содан кейін біз картопымызды үккіштен өткізіп аламыз, осылай етіп соломка болып шығады. Бұны тұзды суға салып жарты сағатқа қойып қоямыз. Сосын қолымызбен кішкене қысып алып, судан сырғытып аламыз. Содан кейін біз қызып тұрған майымызға осы картоптарымызды қуырып аламыз жақсылап. Мінекей достар, біздің окрашкілеріміз пісіп шықты, тауық еттері, яғни осыны біз енді қолымызбен үкіштеп майдалап турап аламыз. Ал енді біз соусын дайындаймыз. Бұл донерді сарымсақпен жегенді жақсы көремін, бірақ сіздер сарымсақты қоспасаңыздар болады. Сарымсағымызды ұсақтап алып турап аламыз. Оның үстіне 3 ас қасық сметана, 3 ас қасық кетчуп, содан кейін 3 ас қасық майонезімізді салып жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Осы менің рецептімді алып жасап дайындап көріңіздер. 100% сенімдімін толықтай ұнайтынына, және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Дайын болған соусымызды біз лавашымызға ортасына қарай жағып шығамыз. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Листе салатымызды турап аламыз. Қиярымызды, қызанағымызды және де жуамызды ұсақтап алып майдалап турап аламыз. Содан кейін піскен тауық еттерімізді соломка қылып турап аламыз. Енді біз осы лавашымыздың үстіне біз листе салатымызды салып шығамыз. Оның үстіне еттерімізді саламыз. Одан кейін қиярымызды, қызанағымызды және де картошка фриларымызды салып, ең соңында біз соусымызды тағын бетіне сеуіп шығамыз. Лавашымызға салмаларымызды салып болғаннан соң, лаваштың екі жағын қайтарып отырып, осылай етіп орап алыңыздар. Енді бұны мен грильде пісіріп аламын. Ал сіздерде гриль болмаса, жай ғана табада екі жағын қыздырып алыңыздар. Мінекей достар, мен осылай етіп грильде қыздырып аламын. Біздің донеріміз грильде екі жағы да жақсылап тұрып қызып шықты. Мінекей достар, осылай болып, енді біз донерімізді кесіп көрсетейік ортасын. Өте сочный болып пісіп шықты. Сіздермен болған Сабира, ас болсын.